Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында кәдімгі фастфудтағыдай өте дәмді оригинал рецептпен пицца дайындаймыз. Ол үшін ұнымызды електен өткізіп, үстіне ашытқымызды саламыз. Содан соң жып-жылы суымызға 1 шай қасық тұз, 1,5 ас қасық шекер салып, жақсылап араластырып аламыз. Майды міндетті түрде зәйтүн майын қолданамыз, яғни оливковый масло. Басқа маймен алмастырмаймыз. Менде осындай түрі, сіздер басқа түрін қолдана берсеңіздер болады. Ең бастысы оливковый масло болса болды. Содан соң ұнымыздың үстіне жәмендеп құйып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше тұздық дайындайтын боламыз, яғни өзінің арнайы соусын. Тұздығын дайындау үшін, яғни соусын дайындау үшін бізге қызанақ қажет. Қызанақтың үстіне қайнап тұрған суды құямыз, яғни осылай бетін 4-ке бөліп, сол кезде қабығы өте оңай ашылатын болады. Қабығын ашып, блендерге салып майдалаймыз. Содан соң бағанағы оливковый маслоны тапамызға құйып, сарымсақты, яғни чеснокты өте майда етіп, оливковый масломызды қуырып аламыз. Содан соң бағана езген қызанағымызды үстіне құйып, дәміне қарай тұз және орегано деген дәмдеуіш бар. Осы дәмдеуішті шамамен қосамыз. Бір қайнатып аламыз. Тұздығымыз дайын. Бағанағы қамырымыз дайын. Дәл осы рецептпен жасасаңыз 3 пицца шығатын болады. Пиццамыз қолмен жақсылап жайып аламыз. Печкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. Бағанағы тұздығымызды жағып, үстіне сырды саламыз. Мен сыр арнайы пиццаға арналған сырды қолданамын. Үстіне шұжықтарымызды, яғни колбасаларымызды қойып шығамыз да 5-10 минутта пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын, кәдімгі фастфудтағыдай өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған аяулым.